Сәлем оқырман. Кеше эфирде стримдағы сыйлықты жіберген жігіт қозғалған еді. Ол болса Айсажан екен. Кеше болса Мөлдірге де Айсұлтанға да үміткер келген болатын. Мөлдір болса сол бойда таныстық тоқтатып қойған болатын. Себебі деді жас мәселесі және де бойы деген болатын. Ал Айсұлтан болса таныстықты жалғастырған болатын. Бірақ бәрібірде екеуінің арасында сезім қалған анық. Айсұлтан тіпті Мөлдірге артына қарап кетіп бара жатқан болатын. Түбі екеуі қосылатыр секілді. Ал енді басқа әңгіме стрим дегенді қозғаған болатын. Ендігі көрерменнің пікірін оқысам, ол Айсажан мен Сейфулла деген болатын. Сіз білесіз бе сол стримді кім көрді? Үлкен сыйлықтарды кім жіберді? Айсажанды мүмкін біреу білмесе, ол бір болайықтағы қатысушы болатын. Бәрін шулатып қыздардың жүректерін жаралайтын жігіт деуге болады. Ал Сейфулла ол Заринаның үміткері. Мөлдірге Айсажан келіп қалуы мүмкін дейді. Себебі Айсажан сондай хайп жаңалықтарды жақсы көреді. Бірақ өздерінен ешкім ешқандай пікір айтпады. Мөлдір үміткер күтуге дайын. Ал Айсұлтан үміткерімен таныстығын жалғастыруда. Және кейбір оқырманның әлі үміті үзілмеді. Қайта маля Айсұлтан таныстығы болады деген секілді. Ал енді көрерменнің пікірін оқып көрейік. Посмотрим, Айс Мединаға бара ма или маляны сындыра ма? Стримде отырғанда Айсажан толтырып подарок жіберіп отырған. Соған қарағанда ұнатқан секілді, бірақ келеді деп ойламаймын. Дарина дұрыс айтты, үміткерге сыйластық жоқ деп. Қатысушылар сабақ алатын түрлері жоқ. Мөлдір пластмас түріне қарамай адам таңдап. Сырласудан қайтарса да болар еді. Айсұлтанмен сыртта сөйлеседі. Шешесі жобадан шық деген сосын уақыт созып тоқтатты, дейді оқырмандар. Ал сіз қалай ойлайсыз?